Нұрлы көз, сәске түс, тауанғармен өрлеп келеміз. Қасымда мен қыдырып келген колхоздың бассатехнигі Жексен бар. Оның астында кері төбе жорға, айналасында елең-елең осыға қарап, беймаза күйге түсіп келеді жануар. Менің мінгенім жарау көгала байтал. Көп жол жүргендік ме, әлде жүріп келе жатқан соқпағымыздың ой шұңқыры көп пе, мінген атым қара терге малшынды. Нысаналы жерге әлі де бір шама уақыт бар. Тамылжыған жаз күннің жаңадан тау арасынан көтеріле бастаған сәтінде ауылдан шыққанбыз. Содан бері 2 сағаттай уақыт өтіпті. Құстар да оянып, айналаны неше алуан сазға бөлеп тұр. Алыстан гүрілдеген тау өзенінің үні құлаққа талып жетеді. Мөлдір тұнық аспанда шөкімдей бұлт жоқ. Дәл төбемізде қалықтап бірнеше күшіген жүр. Қанаттарын анда-санда бір қағып аспан төсінде баяу тербеледі. Қысаңнан асып тау етегіндегі ойпатқа түстік. Жексеннің жорғасы қанша жүрсе де сыр берер емес. Ат иесі тізгінін тежеп менімен қатар келеді. Анда-санда көз қиығымды аударып қоям. Оның бет әлпеті терең ойға берілген адамның нышанын танытады. Анда-санда тау бөктеріндегі қалың өскен сан алуан ағаштарға қарап, ойына бір нәрсе оралғандай өзінше езу тартып күлімсірейді. Бет алысымыз Қамысты көлінің жағасындағы қымызды ауыл. Жол серігімнің айтуынша әлде бір шама жол жүруге тиіспіз. Жексен екеуміздің бағанадан бергі арамыздағы әңгімеміз бір-бірімізді таныстыру ғана болатын. Оның туып өскен жері осы өлке екен. Жасынан әкесіне көмекші болған көрінеді. Сосын интернатта тұрып 10 жылықты тауысады. Одан соң институт, ақыры міне колхоздың маңдай алды маманы. Жас шамасы 30-ды қусырап қалған. Екі бетін арттай қызыл, қою қара шашы, мойылдай қара көздері әркез күлімсіреп тұратын көрікті жігіт. Әр сөзін байыппен асықпай жеткізетін, анда-санда мақал мәтел араластырып сөйлейтін адам екен. Үлкен әңгімеге бармасақ та, оның қасиеттерін алдын ала аңғаратын сияқтымын. Ішімнен осындай серік тапқаныма ризамын деймін. Уақыт өткен сайын тау өзенінің гүрлі жақындай түсті. Селдір өскен орманға да таяп қалыппыз. Өзен осы орман арасымен ағып жатқан секілді. Міне өзенге де келіп қалдық. Осы арада аялдап, аяқ суытып алуымызға қалай қарайсың достым деп, серігім жауап тілеп тұрған жүзін маған аударды. Бағанадан бері ыстыққа шыдай алмай шөлдеп келе жатқан мен оның пікірін бірде мақұлдадым. Екеуміз кәрі қос серіктің тасасына ат басын іріктік. Шөп бітік шыққан, тізеден асып жығылады. Біз әдейі өткелден алғашақ тоқтағанбыз. Бұл араға тірі жан аяқ баспаған екен. Ешбір белгі жоқ. Колхоз биыл жоспарды асыра орындар деп, Жексен айналасындағы жасыл алқапқа сүйсіне қарады. Содан соң құшағын жайып, етпеттеп жата кетті. Су ішіп жайланған соң бұйығы денеміз жадырай түсті. Біз орналасқан жерден таяқ тастам қашықта бір топ самырсындар бой түзеген. Жап-жасыл, ағаштың ең бір сұлуы ғой бұлар. Бейне бір күлеге шарулардан аумайды. Көзім бұтаққа отырған кішкентай тиінге түсті. Шыға алмайсың ағаш басына, мені уысыңа түсіруің екіталай деп әжуалайтын сияқты. Қасымда бір сәт үнсіз жатқан Жексеннің көзі де осынау әдемі кішкентай жануарға түсті. Ол орнынан көтеріліп, малдасын құрып отырды. Сол-ақ екен, жаңағы тиін ағаштан ағашқа секіріп, лезде көзден ғайып болды. Орнымнан бекер тұрған екем, жата бермей деді Жексен. Өкінгендей бет орамалын алып, тершіген маңдайын сүртті. Кенет көз ұшынан қараңдаған бір топ жануар батыстағы тау соқпағы арқылы жөңкіліп бара жатты. Жексен бұлардың жабайы елік екенін бірден аңғарды. Аптап басталар алдында суға бет алып бара жатқан жануарлар екені сөзсіз. Алдыңғысы текесі болу керек, жүрісі де ширақ. Әлсін-әлсін айналасына жалтақ-жалтақ қарап қояды. Үлкенді-кішілі, ұзын саны 10 шақты. Жексен өз басынан өткерген әлденені есіне түсіргендей ойланып қалды. Жанарларын жосып бара жатқан еліктерден тайдырар емес. Сірә, осынау сүйкімді жануарларға байланысты оқиға болар деп түйдім мен іштей. Тіс жарып сұрауға бата алмадым. Сүт пісірім уақыт өткен соң Жексен әңгімені өзі бастады. Інішек, жабайаңның ішіндегі ең жақсы көретінің қандай аң деп әуелі маған сұрақ қойды. Мен не дерімді білмей отырып қалдым. Үйткені осы жасыма дейін жабайаң түгіл, түлік басы түйеге мініп көріппін бе? Осынымды сезген серігім айтайын деген әңгімесін одан әрмен сабақтай жөнелді. Аң атаулы ішінде елік менің жүрегіме ұмтылмастай боп ұялады.
Жексен тағы сонау алыстан кеткен балалық шағына шолу жасағандай үнсіз қалды. Екеуміз тағы да атқа қондық. Жол қысқарсын, басымнан өткен бір оқиғаны баяндай отырайын. Әлі есімде, 7-8 жастағы кезім. Біздің үй ол кезде тау бөктеріндегі жазғы жайлауда отыратын. Әкем жаңа құрылған артельге шопан болып орналасқан еді. Қыс болса, ойға көшетінбіз де, жаз шыққанда алыстағы адырлы жотасы қайдасың деп, тау арасындағы ежелгі өзіміздің жұртымызға қарай бет алатынбыз. Қатарынан 3-ші жыл жайлап келеміз. Кішкентай болсам да, осы өлкеден артық жайлау жоқ екеніне көзім жеткізгендеймін. Өйткені аталмыш жайлаудың әсемдігі мен жанымды жадыратар қасиетті көңілімнен орын алып мәңгілік ұмытпастай боп жүрегіме ұялаған. Күн сайын сәскеге жуық біз балық аулауға аттанатынбыз. Мені бұл жорыққа әркез өзімнен 3 жас үлкендігі бар ағам Нұрлыбек ертіп әкетеді. Мен кейде барғым келмегенде ол, өй қорқақ, онда отыр үйде тығылып деп мазақтай бастайды. Үлкендігін көрсете ме, әйтеуір мен қарсылық білдірсем, қабағын түйе қарайтыны бар. Мұндайда сескенбеске лажың жоқ. Өзіңнен денесі әжептәуір үлкен одан қылар қайрат маған қайдан келсін. Ендігі бір сәтте соңынан томпаңдап, еріп бара жатқанымды бірақ аңғарғам. Нұрлыбек маған қарағанда балық аулау жағынан аздап ебі бар. Әкемнің жасап берген қармағы екеумізге тәп-тәуір ермек. Бірақ менің құрық ұстауға шамамда келмейтін сияқты. Ұзындығы 4 құлаш талмаған зілдей ауыр көрінетін. Сол себептен Нұрлыбектің ұстаған балықтарын қызыға тамашалап, кішкентай шелектен көз айырмай отыра беретінмін. Ал анау ұстаған балықтарын қақшып ал деп масаттана маған лақтыратын. Оның ақшыл бетінен жайнап тұрған нұрлы көздерінен іштей маған деген жылылықты аңғаратынмын. Бірақ онысын сыртқа шығармаушы еді. Әр нәрсені түсіне бермесем де, оның осы қасиеттері көңілге әркез қанып ісіне жас жүрегім сүйсініп қалатын. Әкеміз балуан денелі, ірі кісі еді. Денесіне сай мінезі ауыр болатын. Сөйлеген сөзі, күлген күлкісі бәрі де өзіне жарасымды. Жұрт қазір маған тура әкеңнен аумапсың. Аруағы асылау, марқұмның деп жүреді. Қайдам, мен небәрі 10 жасқа толғанда ол дүние салған. Сондықта әкеме байланысты көп жайларды есіме түсіре алмаймын. Тек көз алдымда сақталғаны сарғыш тартқан жүзі мен басынан бір елі тастамайтын көне кепеші. Айтқанынан таймайтын әділ де бір бетке адам еді. Ашуланса көп уақытқа дейін басылмайтын. Бір күні Нұрлыбек екеуміз тағы да балық аулауға аттандық. Ол балықтың көп жерін білетін, өзі болжап солай қарай жүрді. Тау аңғарымен жүріп келеміз. Көне соқпақ биік құзға алып келді. Төменде өзен ағып жатыр. Өзеннің тау жағында бірен-саран самырсындар өсіп тұр. Әр жерде түп-түп шырша. Сәл төменде кеуделі құз жартастар орналасқан. Жоғарыдан қараған адамға тіптен сұсты көрінеді. Құздың айналасына сыңсып өскен қымыздықтар бізді қатты қызықтырды. Мұны әсіресе Нұрлыбек сүйсіне соратын. Мен төмен түскім келіп еді, оның «Өзің бір қорқақсың ғой, неден жүрексініп тұрсың» деген сөздері менің төмен түсуіме қамшы болды. Көңілім өрекпіп, әрең келе жатырмын. Аяғым тайып кетсе болды, алдымызда тұрған дәу қара тасқа бірақ соғылатын сияқтымын. Нұрлыбектің бұл туралы не ойлап келе жатқанын қайдам. Әйтеуір өзімнің бойымды түгел қорқыныш билеп алды. Денем безгек ауру ұстаған адамша дір-дір етеді, бірақ сыр білдірмеуге тырыстым. Ақыр аяғында нысана қалған жерімізге де келіп жеттік ау. Келген сәтте-ақ Нұрлыбек қымыздықтарды жұлып-жұлып сора бастады. Мен оған бір сәт қарап отырып қалыппын. «Әй, Жексен-ау, неғып отырсың? Мынадан жұлып сора бермейсің бе?» деп шоғырлана өскен қымыздықтарды иегімен нұсқады. Жалқау қимылмен біреуін жұлып алып сора бастадым. Саған өтірік, маған шын, тура қымыз деп айтсам артықтау болар. Бірақ соған таяу екені сөзсіз еді. Аспан ашық еді. Уақыт өткен сайын күн ыси берді. Жаңағы шөптер шөлдетеді екен. Төменде өзен ағып жатыр. Оған тура түсу мүмкін емес. Тік жар. Келген жағымызбен жоғары шығып, сосын басқа жерден түсетін ыңғайлы соқпақ іздедік. Тіпті бұрын бұл араға аяқ баспағанбыз. Сол себептен айналадағы дүниелердің бәрі бізге сұсты, қорқынышты әсер етті. Екеуміз жай түсіп сынған қарағайдың қасына келіп аялдадық. Төменге көз жібердік. Кенет Нұрлыбек, «Жексен, ананы қара, иелік» деді. Бізден бірнеше 100 метр қашықта күйбеңдеп жүрген бір жануарды нұсқап. Қасында сарғайған бір нәрсе жатыр.
Елік айналсоқтап оның қасынан кетер емес. Қасында жатқан лағы болу керек. Тұрып тұрған еліктің үстінен түскенімізді қараш деп қуана айқайлап жіберді. Оны сен қайдан білдің дедім мен сенбегендей. Байқап тұрсың ба, елік ешқашан лағын тастап кете алмайды. Бізді көріп тұрса да, лағының қасында жүр. Егер ана жатқан оның лағы болмаған күнде, ол бізді байқай салысымен көзден ғайып болар еді. Ойлашы, мал да даланың аңы да өздерінің балаларын тастап кетпейді. Нұрлыбектің айтқанын түсінетін сияқтымын. Егер лақ болса ұстап алып, асырар ма еді деп ойладым. Осы ойымды Нұрлыбек аңғарғандай, үйге бүгін ол жалбаратын болдық деп, мөлдір қара көзін қысып қойды. Жүзінен әлдебір қуаныштың табы аңғарылады. Жаңа ғана туған секілді. Лағының шаранасы әлі кеуіп үлгермеген, буы бұрқырап жатыр. Біз тас лақтырым жерге жақын келіп едік, елік орнынан ақырын қозғалып әрмен қарай кетіп бара жатты. Анда-санда мойнын біз жаққа бұрып қояды. Алғаш рет лақтаған елік. Сонда да ана махаббатынан дүниеде құдіретті нәрсе бар ма? Онша алыстап кетпей бір қарағайдың тасасына барып, біздің қылығымызды байқап тұрды. Лақ сүп сүйкімді екен, алаңсыз қара көздері нұр жайнайды. Анасынан айырылғанын сезді ме, әлде біздің мына ісімізді жақтырмады ма? Әйтеуір мойнын көтермей бұға берген. Біз осы арада лақты үйге алып кетіп асырауды жөн көрдік. Алдымен не істеуді қалай жеткізуді ойластырдық. Жібіміз бар болатын. Соны лақтың мойнынан ептеп алып, ағашқа апарып байладық. Егер бос қойсақ, жас лақ аяқтанып енесімен бірге кетіп қалуы кәдік еді. Жас лақтың енесі жақын жерде жүр. Бір минутта баласынан жанарын тайдырар емес. Біз алыстай бере лағының қасына барып емірене жалай бастады. Ананың ыстық лебін сезген жас лақ та орнынан тұрмаққа талпынады. Бірақ буыны бекіп үлгермеген жас неме тұрған сайын сол минутта жығылып қала береді. Біз қырқасып кеттік. Үйге келгенімізде әкемізде отарды жусатып қойып, дем алып жатыр екен. Біздің осы жол олжас келгеніміз сезген ол, бұл хақында жауап күтті. Нұрлыбек көрген білгенімізді баяндап берді. Әкем аз-маз ойланып жатты да, шешемнен жас қозыларды салатын қоржынды тауып беруін өтінді. Көп кешікпей қайыра жолға шықтық. Нұрлыбек алда келе жатыр. Оның соңынан атын жетектеген әкем. Ең соңында әдет бойынша мен өзімізге белгілі тау соқпағымен елікті нысанаға алып тартып келеміз. Лағы неміз тұрған жаңағы елігіміз өзінің шырғы тағы бұзылғанын сезгендей баласын тастады да бағанағыдай алыстай берді. Тым кішкентай екен. Олжаларың бүгін апарып ертең жан тапсырып жүрмесін деп әкем сенімсіздеу түрмен. Лаққа қараған жанарларында үлкен аяныш табы барлығы аңғарылады. Оның мұнысын Нұрлыбек бірінші сезді. Әкем айнып қалама дегендей жалына сөйледі. Олай болу мүмкін емес. Сүт беріп асыраймыз, нан береміз, су ішкіземіз. Сосын өзі де есейе бастайды де енесін ұмытады. Баламай, жан-жануар адамзатқа өзінің сүйікті анасынан қымбат нәрсе бар ма екен бұл дүниеде? Қанша асырап сақтасаң да, құдіретті ана сүтінен артық тағам жасай алмаймыз ғой. Бірға амал нешік. Балалық көңілдеріңе қайтармайын. Сендердің дегендерің ақ бола қойсын деп, әкем лақтың жонын сипап, мойнындағы жіпті шеше бастады. Лақтың нұрлы көзіне түйір-түйір жас үйірілді. Біз оның адамды жаттырғаған деп ұқтық. Әкем лақты өзімен бірге ала келген ескі күпәйкесіне орады да, қоржынға салып, ат үстіне орналастырды. Бір жағына ауып кетпес үшін, қоржынның екінші жағын отына реттеп, шашылып жатқан ұсақ ағаштарды салды. Сосын жайлап мініп, ілгер аяңдады. Біз де әкеміздің соңынан ердік. Елік анандай жерге бізде әлі қарап тұр екен. Аңда болса жүрегін жарып шыққан, баласынан айырылғанына ренжіп тұрған секілді. Бір-екі рет жер тарпып, пыр-пыр еткен дыбыс шығарды. Осы кезде Нұрлыбек, жүр қымыздық сорайық, әкемізді қуып жетерміз деп, еңіске түсуге ыңғайланды. Әкеме жанарымды қадап қоямын. Бірақ ол маңызды бір істі тындырып тастап кетіп бара жатқан адамға ұқсағандай жан-жағына қарар емес. Осы сәтті пайдаланған біз де еңіске түсе жөнелдік. Нұрлыбек менен 10 шақты метр төменде еді. Бір сәтте күтір-күтір еткен тастардың домалаған естілді. Төменге жалт қарасам, Нұрлыбегім еңіске қарай домалап барады екен. Қорқыныштан тауды жаңғырт айқайлап жібердім. Өн бойымды лезде үрей басып ала қойды. Қиыршық-қиыршық тастар арасында кетіп бара жатқан ағамды көріп, еңіреп жылап жібердім. Енді оның аман болмайтын жүрегімде сезгендей еді. Неге келдік? Осы араға деп егіле шырылдадым.
Осы кезде әкем де келді ау жетіп. Жүзі түтігіп кеткен. Не боп қалды Құдай-ау, Алланың енді көрсетпеген осы ма деп, әкем де жанұшыра төмен қарай дедектей ұшты. Нұрлыбек, ау Нұрлыбек, қайдасың көгершінім? Шынымен қыршын кеткенің бе? Тағдырда мұндай қатал болармысың? Мен де түсіп келе жатыр едім, әкем. Енді сен өлейін дедің бе? Бар ана аттың қасына деді. Ашулы жүзбен. Зілді даусы тауды жаңғырады. Бір заматта әкем Нұрлыбекті көтеріп тауға шығып келе жатты. Аттың тізгінінен ұстап тұрған маған Нұрлыбек қимылсыз көрінді. Әр нәрсені түсіне бермесем де, осы қазір бір ыңғайсыз жағдайдың боларын сезіп тұр едім. Жүрегім лүпілдеп, көз жасым парлай берді. Әкем жақындап келгесін, оның бетінен тарам-тарам боп аққан жас іздерін байқадым. Қайғы құшағына берілген оның түсі біртүрлі өзгеріп кеткен. Нұрлыбекке небір әкелік сезіммен аяй қарайды. Ол маған жақындап келіп, атты бері әкел деп ымдады. Сосын өзі қалың шөптің үстіне сұлық жатқан Нұрлыбекті ептеп орналастырды. Мен әкемнің айтқанын орындадым. Келсем ағамның түрі адам көргісіз боп кеткен. Бойында шыбын жаны ғана шықпай жатыр. Дем алысып әсең. Мына күймен бұрынғы қалыпқа келу екіталай еді. Қандай өкінішті. Таудан тасқа секіріп бірге ойнап, бірге күліп жүрген ағамнан шынымен айырылғаным ба? Алдымдағы әкеме қараймын. Бірақ ол бұған жауап берудің орнына өз ойымен өз әуре. Қайбір қуаныштан жетісіп барды дейсің. Оның да іші әлем тапырық күйде шығар. Бәріне кінәлі өзім сияқтымын. Егер мен Нұрлыбектің дегендеріне көнбей отырып алсам, ол мұндай күйге ұшырар ма еді? Шешем де Нұрлыбектің өлікке таяу қорқынышты денесін көріп жылап жіберді. Қайран көгершінім-ай, не боп кеткенсің құлыным-ау, сорлы басым-ау, енді қайттым, қандай күйге тап болғансың деп аңырады. Менің сай сүйегім сырқырады. Нұрлыбек нәрсізбай 3-7 жатып жан тапсырды. Қандай қайғылы, қара жамылды дерсің біздің үйді. Әкем күрт өзгеріп кетті. Тамақ ішуді де, сөйлеуі де бұрынғыдай емес. Уақыт өткен сайын іштей солып жүдеп барады. Әнеугүнгі алып келген еліктің лағына сүт берудің арқасында біршама іріленіп қалды. Нұрлыбек қайтыс болған күні оның құшағына қысып еңіреген едім. Бәріне сен кінәлісің. Нұрлыбектің өліміне сен себепкер болдым дедім. Егіле жылап. Қайғымды түсінгендей оның да жүзіне жас үйірілді. Мөлдір қара көздері жасаурап, отбасы қайғысынан да ол ортақ болғандай. Мен лақтайып кеттім. Арамызда Нұрлыбек кеткелі үй ішіміз ортайып қалған секілденді де тұрады. Ол барда түнде екеуміз төр алдына асыр салып ойнаушы едік. Үй ішіне керек десен жасырынбақта ойнайтынбыз. Шешеміздің қарсы болғанына қарамастан күресетін де едік. Нұрлыбек үйдің ішіндегі қызықтың бәрін өзімен бірге алып кеткен тәрізді. Тынбайтын айқай шу да сәп-сәтте басылды. Шуға үйренген анама да осындай тосынқылық бір түрлі әсер еткен секілді. Кейде жалғыз отырып, көзінің жасын сығып-сығып алушы еді. Сосын мені шақырып, беті көзімнен құшырлана сүйетін. Айналайын жалғызым, енді сен аман жүр дейтін. Жас толған жанарларын көпке дейін тайдырмай. Ана лағыңды ренжітпей асыра. Екі көзі нұрланып тұратын ең көріктісі екен. Аты Нұрлы көз деп қой деді анам. Мен қуанып кеттім. Өзіме де соңғы кезде оған лайық ат таба алмай не деп қойсам екен деп күнде ойланатынмын. Міне табылған ат. Нұрлы көз. Қандай жағымды естіледі құлаққа. Ойыма қалай келмеді екен мұндай ат. Көзін көріп, көрігіне мен сүйсінгелі қаншама күн өтті. Содан бері Нұрлы көз деген әсем ат қалай аузыма түспей келген. Лағымның атын өзім қоя алмағаныма іштей намыстандым да. Жақындап келіп, көзіне зер сала қараймын. Ау маған Нұрлыбек ағамның жанарлары. Осының көздері де еліктің лағының жанарындай мөп-мөлдіреді-ау. Күн артынан күн өтіп жатты. Нұрлы көз ерекше күтудің нәтижесінде бой өсіп, қоңданып, іріленіп қалған. Қызыл ала сиырдың сүті өзінің туған енесінің сүтінен кем бола қоятын емес. Күн өткен сайын Нұрлы көз менің нақты ермегіме айнала берді. Тіпті ағамның қайғылы күндерінде жүрегімнен алыстатып бара жатқандай. Анда-санда оның таныс жүзі көз алдыма келіп бір сәт жабырқай бастасамақ болды. Осы кезде сүйкімді лағым көмекке келіп, менің қайғыру үстінде туған ойларымды ыдыратып жіберуге бір өз себеп болатын. Үнсіз отырған менің қасыма келіп, бетімнен, қолымнан,
киімнен иіскейді де, қойсаңшы енді, көп жабырқай бермей дегендей, жанарларын қадап, ойына шақырғандай болады. Ол менен қалмайтын. Суға барсам да, кешке отар алдынан шықсам да, менің соңымнан еріп жүреді. Маған бауыр басқан соншалық, менсіз не жайылып, не жем жемейтін. Түнде оны оралып қалмастай етіп, қызыл ала сиырдың бұзауымен қатар байлап жүрдім. Алайда бұзау енесін қызғанды ма, әлде бөтенсіді ме, әйтеуір нұрлы көзді жатырқай бастағанын аңғардым. Осыны ескеріп әкемнің көмегімен оған арнап жеке қаша орнаттым. Өзін жалғыз тастап үйретуге тырыстым. Жануар бұған да көндіге бастаған. Таңертең ертеңмен екеуміз аздап серуендейміз. Жайлау ауасы саф таза жүрегіңді бірден жадыратып жібереді. Нұрлы көз еркіндікке шығып, ойнақтап алғысы келеді. Бірақ қашып кетеме деген қауіп бойымды еріксіз билейді. Қателесіппін. Бір күні әдейі соны сынап байқадым. Үйіміздің оңтүстік жағында сирек өскен орман бар етін. Екеуміз сол жерге келдік. Нұрлы көз күндегі әдетінше ойнақшып, бір орында секіріп қойды да, сосын жасарған жалынышты жанарларын маған аударды. Жіберсеңші мен еркіндікке, сен алдап қашып кетпеймін ғой дегендей еді. Жарайды мақұл деп, саусағымды босата бастадым. Бұған риза болған нұрлы көз, шынайы мінезін танытқандай, секіріп барып, менің қасыма қайта келді. Сосын рахмет дегенде бетімді иіскеп, қолымды жалады. Оның ешқайда кетпейтініне көзімді жеткізген, мен әркез еркіндікте жүруіне қарсы болмадым. Сонымен көңілді жаз маусымы бітер шақ туды. Сәнді де жанына нұр себетін жасыл орманнан, сұсты да көңіліңе әркез қорқыныш ұялатын құздармен, бір ұрттағанда шөліңді Тасбұлақтың суындай қандыратын, мөлдір де шиыршық ата тулап жататын дулы өзендермен уақытша қоштасуға тура келді. Қар белуардан түседі деп, әкем талай айтып жүретін. Оның бар әңгімесінде аңға шыққанда биіктен сырған көшкінің астында қалып қала жаздаған естігем. Енді ойлап отырсам, бұл жайлауымыздың өзіне тән жазғы қысқы қатерлер көп екен. Жазғы қатері сүйікті ағам Нұрлыбекті қара жердің суық құшағына салып бергені де, қысқысын айтпай-ақ түсінуге болады. Тағдыр мен үшін мұнша қатал болар ма? Сол бір қайғылы күндерді ұмыттырып, жабырқау жүзінің әркез ашық жүруіне себеп нұрлы көзден де айырылатын күн туды. Ол бұлай болған еді. Әкемнің осы өлкеде істейтін Петр деген тамыр орысы бар еді. Ол өзі қапсағай денелі, екі көзі тұздай, танауы делдеген, түсі суық адам болатын. Геологиялық барлау экспедициясының бастығы болып, қызмет атқарып жүретін ол біздің үйге әркез келіп қонақ болып кететін. Бұрын көрсемде назар аудармай жүре беруші едім. Ал қазір назар аударуым бұлай тұрсын, нұрлы көзді алып кетпек болған пікіріне наразылық білдірдім. Екі көзімнен қайғы жасының қалай атып шыққанында аңғармай қалдым. Ол қазақша білетін. Содан түсініп отырмын бәрін. Жексен, берменкел шығарашығым, бір шаруа боп қалды деп, әкем киіз үйдің іргесінде отырған мені ішке шақырды. Шаруа жайы маған мәлім еді. Бармай қоюға болар еді. Әкемнен жасқандым. Нұрлы көзді жетектеп, орман ішіне жасырынып қалуға қазір кешеді. Табалдырықтан құлап қала жаздап, әрең кірдім. Ашу мен қайғы себеп болып, тіпті көз жасымды сүртуде де ұмытып кетіппін. Не болды саған, неге жылағансың? Әлде біреу ренжітті ме? Жоқ, ешкім ренжіткен жоқ. Әкем қозғалар мәселенің турасына көшті. Балам, мына адамдар сенің лағыңды сұрап келіп отырған көрінеді. Зоопарк деме, соған тапсырамыз дейді. Ақылың бар еді ғой, құлыным, бере сал. Даланың аңы бәрібір саған серік бола алмайды. Әлі өзіне ескіріп үлкейгенде қашып кетеді. Әкемнің сөздері төбемнен балғамен ұрғандай әсер етті. Балалық жүрегім әке аузынан осындай қатал да, мейірімсіз сөздерді естимін деп ойлаған жоқ еді. Не деген қатыгездік десеңші. Лақты аямаса да, жалғыз қалған ұлын мен аясайшы. Менің көңілімді көтеріп, қайғымды қуанышпен алмастырып жүрген осы нұрлы көз екенін ол неге түсінбейді? Нұрлыбектің кегін осы бір кінәсі жануардан алайын дегені ме? Сонда қалай? Бұған кінәлі нұрлы көз бе? Жоқ. Оның бұл іске титтей де қатысы жоқ. Лақтың ары кіршіксіз таза. Ол бір бейшара хайуан. Керісінше оны жастай анасынан айырып, енесін мәңгілікке көз алдынан тайдырған өзіміз ғой. Оның тағдырының осылай қалыптасуына біз күнәһармыз. Ендеше оны біреудің тырнағына іліп жіберуімізге
жол болсын. Мен егіліп жылап жібердім. Осы кезде төрде отырған Петр маған төнген әзірелідей көрінді. Қой балам, жыламеси, мен саған әдемі ойыншық әкелді, деп рюкзагын ашты да, ішінен ойыншық автобус алып шықты. О, хорошо балам, на ал, саған арнап сатып алғам деп маған ұсынды. Мен онысын ашық тұрған есіктен бірақ көздейін деп ойладым. Осы сәтте қойшы әкем сабап тастар деген жермен көлденең жағымнан келе қалды да, тапжылмастан тұра бердім. Егер мен жаңағында етсем, ашулы әкемнің сойылға жығып тастайтыны бесенеден белгіледі. Осы сәтте анам да мені құптай сөйледі. Нең бар еді оның лағында, құтыла алмай отырмысың, сол бір кінәсіз жануардан. Жексеннің ойнап жүретін ермегі болсын деп отырғанымыз жоқ па? Енді анау айтып отырған зәпәргіне болайын сенің. Өзіңнің Жексенің де бір, ол да бір. Өзің ойлашы, Жексен дос құсатып қаңғырып жіберсек, оның қайда күйде болатын шамалайсың ба? Анамның айтқан сөздері жүрегіме жылы леп әкелгендей болды. Көзімдегі домаланып тұрып алған жас шешемнің осындай сөздерін естіген соң лезде кеуіп кеткен секілденді. Қандай жүрекке жағымды, аянышты сөздер. Иә, расында да менің нұрлы көзден қай жерім артық. Ол бала менде. Тағдыр қосқан екеумізді әкемнің екі жағы айырып жіберуге дәті қалай шыдайды екен. Дәтке қуат етіп отырған серігімнен айырылғаннан кейін менің күнім не болар екен. Осының бәрін ойласам, жас жүрегім езіле тулайды. Ая серігіңді, оны алып кетем деген адамның аяғына қақпан болып жүре беруіне жол берме. Өзіңнің тағдырың үшін күрес. Нұрлы көздің тағдыры сенің тағдырың деп маған қайрат берді. Бірақ әке қайраты менікінен 100 есе немесе 1000 есе артық болуына сөз жоқ. Мен оның айтқанына қарсылығымды білдіре алам. Бірақ ол қайратына қаһарлана білсе, бұл кезде мен әлсізбін. Оған ештеңе істей алмауым кәдік. Әкем бір беткейлігін істеп бақты. Анам екеуміз қанша үгіттесек те бері қарата алмадық. Менің Петрге жыным келді. Алмаймын, біреудің лағының қажеті жоқ деп тастап кетсе, ол бейбақтың несі кетеді? Далада не көп, аң көп. Соның біреуін ұстап апара бермей ме? Менің нұрлы көзіме қарап қалғандай тапжылмауын қарашы өзінің. Не деген аямаушылық бұл? Мен әкемді түсінбей қойдым. Оның лағымды беріп жіберудегі мақсат не болды екен? Ойламаған жерден оны неге менен алыстатып әкетуге тырысады? Мұнда бір мән мағына бар. Ешбір себепсіз әкемнің бере салуы мүмкін емес. Бірақ жас жүрегі мәселенің түйінін шеше алмай әбігерге түсті. Петр мен қасындағы жігіт өзіме етене боп бауыр басқан лағымды көне вездоходтың қорабына мұқияттап байлап, ілгері жүруге ыңғайланды. Машина от алып, алға жылжи бастағанда, мен қабырғамды сөгіп әкетіп бара жатқандай күйде болдым. Сүйікті лағымның аянышты жүзі жүрегімді қысқа аяздай қарыды. Мөлдіреген тұңғиық көздерінде бір түрлі аяныштың терең лебі жатқан еді. Мен сол бір жанарлардан «Қош бол Жексен, бұған сен кінәлі емессің» деген сөздерді оқитын сияқтымын. Көзім еріксіз жасқа, көңілім еріксіз қайғыға толады. Қош бол менің сүйікті лағым. Хайуан болсаң да шамалы уақыт қайғыма ортақ болғаныңа 1000 рахмет деймін іштей. Содан бері 20 жылдан аста уақыт өтіпті. Сүйікті лағым осы күнге дейін көз алдымда деп, Жексен бағанадан бергі әңгімесін аяқтады. Мен оның қай аңды жақсы көретініне енді ғана қанықтым. Ішімнен Қайран Нұрлыбек, қыршын кеткен Қайран нұрлы көз, енесінің ыстық махаббатын біле алмаған деймін. Аяныштақ. Әңгіме үстінде қымыздауға тұмсық тірегенімізді де байқамаппыз. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Дәлелбек Батыр.